Қазақ халқы айтпақшы, балалы үй базар екені, бала бар жерде күнде мереке екенін айтпаса да түсінікті. Бала басты байлығымыз, ал ең асылы оның тәрбиесі. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен ортасының тигізетін әсері мол. Бала тәрбиесі ұлт таңдамайды. Тәрбие барлық ұлтқа қызмет етеді. Алайда әр елдің балаларының бала тәрбиелеу ісі бір-біріне ұқсай бермейді. Әр ұлттың тәрбие беруі әрқилы болса да, бала атаулыға бірдей нәрселер қажет. Олар туған отбасы, ұядай жылы үй, ата-анасының қамқорлығы мен сүйіспеншілігі. Үндістандағы бала тәрбиесі. Үндістер балаларын қатаң ұстайды. Оларда ата-ана мен бала арасындағы достық қарым-қатынасты өте сирек кездестіресіз. Балалар кішкентай кезінен бастап ата-анасының таңдауына, қалауына мойынсұнып өседі. Сондықтан ер жеткенде немесе бой жеткенде әке-шешесі кімді қалайды, сол адаммен бас қосады. Қытайдағы бала тәрбиесі. Қытайлықтар балаларын кішкентайынан төзімді, сабырлы және қанағатшыл болуға тәрбиелейді. Аспанасты елінде тәрбиенің дәстүрлі стильдері еуропалық тәрбиеден мүлде өзгеше. Бала тәрбиесі мемлекеттік маңызы бар шаруа саналады. Қытайлықтар елде бала санына шектеу болғандықтан жақсы тәрбие беруге тырысады. Дегенмен көп қытайлықтар отбасы жағдайларына байланысты балаларын ерте жастан-ақ бөбекжайларға береді. Германиядағы бала тәрбиесі. Германия тәртіптің елі. Бала тәрбиесінде де бірінші орынға тәртіпті қояды. Ал ата-аналар үшін басты орында жауапкершілік. Қазіргі таңда Германия бала туу көрсеткіші бойынша құлдырап бара жатқан елдердің бірі. Себебі жастар көбіне мансап қуып 30-дан аса 40 жасқа таяғанда үйленеді. Сондай-ақ бірнеше баламен шектелуді жөн санайды. Бүгінде бұл процесті жою мақсатында мемлекет түрлі жобаларды қолға алуда. Израильдегі бала тәрбиесі. Еврейлер отбасында бала тәрбиесі қатаң бақылауда болады. Тәрбие беруде өзіндік ұстанымдары бар. Мәселен, баланың әлжуаз, көп шағым айтуына жол бермейді. Баланың көзінше ақша туралы сөйлеуге де болмайды. Себебі бала танымында маңызды дүние ақша қалыптасып, адамдық қасиеттерден алшақтай түседі деп тапшылайды. Еврей отбасында жұбайлар бір-біріне ерекше құрметпен қарайды. Ата-ана арасында сыйлық қатынас болса, бала өзін батыл сезінеді екен. Олар баланы үнемі мақтап жүреді. Бұл оның туыла салғанынан басталады. Тіпті оның ең бірінші салған түкке тұрғысыз суреті үшін де мақтап отырады. Кез келген жетістігін барлық туыстарына, достарына хабарлайды. Швециядағы бала тәрбиесі. Швед отбасылары балаға сәби кезінен жеке тұлға ретінде қарап, еркін тәрбиелеуге тырысады. Балаларын ұрып соғуға тыйым салынған, тіпті оны қылмыс ретінде санайды. Сондықтан әрбір шведтік бала әке-шешесі өзіне қол жұмсаса, полицияға хабарлауға құқылы. Мұндай кезде ата-аналарға әкімшілік тарапынан жаза қолданылады. Жапондар бала тәрбиесіне баса мән беретін ұлттың бірі. Олар балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15-тен кейін отаусыңдай сырлас деген тәрбие негізін берік ұстанады. Жапондар бала тәрбиелеуде ұл қыз деп бөлмейді. Екеуін де қазақ халқы сияқты еркелетіп өсіреді. Күншығыс елі мен қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі бір ұқсастық ер баланы ел қорғаны, қыз баланы келешек отбасы ұйытқысы болуға баулу. Қатаң қағидалар негізінде өскен жапон баласы 15 жастан кейін тәртіпті, оң-солын таныған, жақсы мен жаманды айыра алатын толыққанды азамат саналады. Патша болып еркін өскен бала 5-6 жасынан бастап тастай темір тәртіпке бағынатын қиын күндерге тап болады. Егер бұл тәртіпке бағынбаса, қатаң жазаланады. Жапон баласы үшін ең үлкен жаза жалғыз қалу. Отбасы мүшелерінен бөлек бөлмеде жалғыз отырудан асқан азап болмайтынын сәби күнінен санасына сіңірген бала сол жазаға ұшырап қалмауға күш салады. Көпшіліктен қоғамнан тыс өмір сүру түсінігі жапондардың ортасында кешірілмес күнәмен тең. Кәрістердің бала тәрбиесі. Кәрістер балалардың өмірінің басталуын оның 1 жасқа толу жасын есептейді. Осы кезден бастап қана бала толыққанды адам болып есептеледі. Балалардың әрқайсысының 1 жасқа толуын міндетті түрде атап өту керек. Егер атап өтілмесе, онда ер жеткенде баланың үйлену тойын, мерей тойын және тағы басқа тойларын атап өтуге болмайды. Сондықтан да ата-аналар балаларының 1 жасын ерекше атап өтуге тырысады. Кәрістер үшін бала тәрбиесі сөзбен істегі адалдық, мақсатқа жетудегі табандылық пен төзімділікке баулу. Испаниядағы бала тәрбиесі. Испанияда баланы еш уақытта қараусыз қалдырмайды, үйде жалғыз тастамайды. 12 жасқа дейін баланы мектепке ертіп апарып, ертіп алып қайтады. Баланың танымы кең болып, мансап жолындағы ірі жетістікке жету жолдарын кішкентайынан құлағына құйып өсіреді. Балаларын өзгелермен салыстыра қарамайды. Отбасын, ұлттық құндылықтар мен үлкендерді сыйлауға баулиды.
ақш-тағы бала тәрбиесі. ақш-та бала тәрбиесі әрбір бала өз бетінше өмір сүріп үйрене алу керек деген ұстанымға негізделген. Көбіне ата-аналар балаларының талап-тілегін бірінші орынға қояды, жылдам орындауға тырысады, ал бұзықтық жасаған балаларын екі түрлі тәсіл арқылы жазалайды. Біріншісі ойыншықтарын алып қойып теледидар көруден шектеу, екіншісі орындыққа отырып өзінің қате жасаған іс-әрекеті жайында ойлану. Отбасында баланы ұру қатаң түрде заңмен қудаланады.